Қайырлы күн достар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге кондитер Қазығұрт. Бүгін біз сіздерге бір қамырмен екі түрлі бауырсақ және де нанды қалай пісіруге болатындығын және соның рецебімен сіздермен бөліспекшімін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса лайк қойып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, сүтімізді құямыз, жұмыртқа саламыз, қант, тұзымызды саламыз, үстінен сары майымызды саламыз және де ең соңында осылай дрожж, яғни ашытқыларыңызды салып, қолдарыңызбен кішкене араластырып жібересіздер. Сосын барып ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап, орташа жұмсақтықтағы қамырды илейтін боламыз. Илеу барысында дәл осылай шет-шетіндегі қамырлардың барлығын ортасына біріктіріп отырамыз. Қараңыздар достар, дәл осындай орташа жұмсақтықтағы біздің қамырымыз дайын болады. Бетін жауып, жылы жерге қойып ашытуға жібереміз. Міне достар, біздің қамырымыз ашыды. Осылай үстеліңіздің үстіне кішкене ұндарыңызды сеуіп, қамырымызды теңдей екі бөлікке бөлеміз. Жартысын бауырсақ жасаймыз, жартысынан лепешка нандарымызды жасайтын боламыз. Осылай жаңағы бөлінген қамырды 4 бөлікке бөліп, қолымның көмегімен дөңгелектеп бірден табаға орналастырып шықтым. Табанын бетін кішкене сүлгімен жауып қойсаңыздар болады, себебі кішкене көтерілу қажет. Ал мұнда мен бауырсақтың қамырын осылай оқтаумен жайып, кесіп қоямын. 4 бұрышты етіп кестім мен. Сіздер дөңгелек етіп кессеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бұл аралықта майымызды қыздырып қоямыз. Сковородкамызға көп мөлшерде май құйдым. Дәл осылай майым қызғаннан кейін барып, бауырсақтарымды салып, осылай пісіріп алатын боламын. Екі жағын қызартып, кезек-кезек пісіріп аламын. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда өте көптеген пайдалы ақпараттар берілген. Кіріп көріп шықсаңыздар болады. Міне достар, менің бауырсақтарым дәл осылай пісіп дайын болды. Ал енді нанымызды жасауды бастаймыз. Осылай кішкене нанымыз көтерілді. Бетін міндетті түрде жауып қоюларыңыз қажет. Ортасынан бастап шетіне қарай осылай дөңгелектеп шығасыздар. Ортасын басып дөңгелектеу қажет. Міне дәл осылай барлық нандарыңызды жасап шығасыздар. Осылай ортасынан басып, барлығын дөңгелектеп жасап шығасыз. Ыдысымызға жұмыртқаның кішкене сарысын және де бір шай қасықтай сүт қостым. Екеуін араластырып, нанымыздың бетіне жағатын боламыз. Сонда нанымыз жылтырап, өте әдемі болып көрінетін болады. Ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін мен осылай шанышқының көмегімен басып шықтым. Сонда менің нанымның ортасы көтеріліп кетпейтін болады. Бетіне сәндік үшін күнжіт септім. Осылай күнжітті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көп немесе аз қылып сеуіп шықсаңыздар болады. Міне достар, біздің нанымыз дайын. 250 градуста
10-15 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне дәл осылай біздің бауырсақтарымыз үрленіп, өте жұмсақ болып пісті. Қараңыздар, ортасы осылай көтеріліп, томпақ болып піскен. Нанымыз да өте жұмсақ. Қараңыздар, кескен кезде жұмсақ болып кесіледі. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.